Міне мен мынадай екі түрлі жіпті дайындап алдым. Сосын мына басын бекітіп қойдым, орап. Осы екі түрлі жіптен, екі жіптен түйін жасаймыз. Ол үшін мынау сары жіпті, ашық түсті жіпті бүйтіп орап әкеліп, арт жағынан орап әкеліп, мына жерге бүйтіп қойдым. Сосын енді осының мына беттегі жіпті бүйтіп иіп әкеліп, мынаның артынан қойдым. Мына дөңгелектің артына қойдым. Енді осы дөңгелек жіпті бергі бетіне шығарып аламын, өзім жаққа. Сосын мына сарының үстімен апарып, мына сары ұшы бар ғой, сарының ұшы. Сонымен мынау бағанағы бүйтіп мына жерде тұрған жіптің ұшы мынау. Жартысы мынаның сарының артында тұр ғой. Сол үшін бергі бетке өткізіп алдым. Мына сарының үстімен апарып, мына сарының астымен апарып, міне, мына сарының астымен алып, мына жерден, мына сарының айқасқан жерінен тығып, мына бетіне, артқы бетіне қарай тығып, сосын осыны мына көлденең тұрған, бағанағы сарының ортасында тұрған жіптің астымен әкеліп, мына сарының мына тұйық шетінен бүйтіп шығарамыз. Сонда бізге сегіздік сияқты мынадай айқасқан зат шықты. Міне жіптің, көк жіптің ұшы мына көк жаққа шықты. Сары жіптің ұшы сары жаққа шықты. Міне мынадай кең болып. Мынадай қоямыз. Сонда мынадай восьмерка пайда болды. Сегіздік яғни. Сегіздік жіп пайда болды. Бұның ортасында мына көк былай кетті, мына сары былай қарай төмен қарай кетті. Ортасында мынадай ромбик сияқты тесік бар. Осы тесікке мына көк жіпті, мен жақта тұрған көк жіпті бүйтіп айналдырып әкеліп, үстімен мына жердегі сарының үстінен өткізіп, сосын мына сарының астынан және мына тұрған топтың, мына тұрған ненің астынан өткізіп, өзім жақ бетке қарай шығарып алдым. Дәл осындай қылып, мына сары жіпті, мына келіп тұрған көк жіптің астымен апарып, мына тұрған жіптің үстімен әкеліп, арғы бетке өткізіп, сосын қайтадан мына ромбик тесіктен бергі бетке өткізіп аламын, өзім жақ бетке. Сонда мынандай күрделі түйін пайда болады. Мына бүйтіп екі жағын бүйтіп бірдей тартып аламыз да, сосын мына дұрыс емес жері болып жатса, оны жылжытамыз. Қарап отырып, өзінің ығысына қарай жылжытамыз. Қаны былай тартсақ, былай тартып аламыз. Сосын мынаны былай тартсақ, мынаны бүйтіп тартып аламыз. Сонда мынадай күрделі түйін шықты.